сәлем балақайлар. Әжемнің ертегілері жобасы аясында торғай мен тышқан ертегісін оқып берейін. Ертеде торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай тұмсығымен шоқып, дән сеуіпті. Екеуінің бағына қарай егін өте жақсы шығыпты. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастайды. Мынау маған, ал мынау саған. Ал мынау маған, мынау саған. Екеуі осылай теңдей бөлісіп отырған кезде бір бидай дәні артылып қалады. Соны қайсысы аларын білмей ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен тырналай осқылап, бір-бірімен ұзақ төбелеседі. Маңайда арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап барып екеуі де тоқтайды. Ақыры өздерінің билеріне барып жүгінбек болып келіседі. Алдымен екеуі тышқандар биіне келеді. Тышқандар биі былай дейді: "Бұл бидайды тышқан алуға тиіс, өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер жыртып, ұртымен бидай септі" дейді. Бұл шешімге торғай келіспепті. Екеуі жүріп отырып торғайлар биіне келеді. Торғайлар биі былай дейді: "Бұл бидай торғайдікі. Себебі торғай егінге түскен барлық құртты жойған. Күнде үстінде ұшып жүріп, егінді күзеткен" деп жауап қатады. Бірақ бұл шешімге тышқан келіспейді. Екі бидің шешіміне келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір атаға барады. Ал қойшы қария екеуінің сөзін тыңдап болған соң, дәнді алып екеуіне теңдей етіп бөліп береді. Қойшы қарияның сөзіне торғай да тышқан да разы болып, өз жөндеріне кете береді. Ал балалар, ертегіміз ұнаған болса, Александр Сергеевич Пушкин атындағы кітапханамызға келіңіздер, күтеміз.